Сәлем достар, бүгінгі видеода ең пайдалы суперфуд сиырдың тілін қалай дұрыс қайнату керек, қалай таңдау керек, және қалай обработка жасау керек жайлы айтатын боламын. Ең алдымен тілді сенімді адамнан алғаныңыз дұрыс болады. Ешқандай қышқыл, ашты иіс болмауы керек. Осындай розовый цвет болады. Ешқандай слизь, жағымсыз иіс болмауы керек. Және де беті тегіс, ылғалды, бірақ жабысқақ болмауы керек. Тілдің үстінен саусақпен басқан кезде өз орнына қайтып келуі керек. Ол тілдің упруги дегенін білдіреді, ол өте жақсы. Тілімізді суға салып, салқын суға салып, тұз қосып, 1 сағаттай қалдырып қоямыз. Айтылған уақыт өткеннен кейін қазанға суымызды құйып, тілімізді салып, бір қайнатып аламыз. Бұл қайнаған суды міндетті түрде төгіп тастаймыз. Қайнаған кезде бетіне көбігі шығады. Көбігімен бірге барлық суды төгіп тастайсыздар. Қайтадан қазаныңызды, тіліңізді толығымен жуып, тазалап, фильтрдан жаңадан су құйып, тіліңізді салып, бір қайнаған тіліңізді. Артынан пияз, сәбіз, лавровый лист және мен душистый бұрыш қостым. Тағы да сельдерей, петрушка сияқты зелень қоссаңыздар да күшті болады. Енді крышкасын жауып 2-2,5 сағат қайнатамыз. Толық піскен тілді шығарамыз. Енді толық бөлме температурасында суытамыз. Айтпақшы, тұз қосуды ұмытпаңыздар. Менде видеоға түспей қалған екен. Міне енді тіліміз толық суығаннан кейін осылай бетіндегі кожасы оңай алынатын болады. Өстіп барлық кожасын алып тастаймыз. Тап-таза тіліміз қалады. Ешқандай кожасыз. Осылай әдемілеп турап дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде рационға тілді енгізу керек, себебі бұның пайдасы өте көп. Асқазанға да жеңіл, дәрумендерге бай, өте сондай пайдалы суперфуд. Міндетті түрде істеп көріңіз.